лайк қойып, пікір білдірсеңіздер қуанып қалушы едім. Ал кеттік жалғасын оқиық. 5 бөлім. Оянса түс ауып қалыпты. Енесі қасында отыр екен. Тұрып екеуі сөйлесті. Қызым, сен мазан кетіп бағана туыптың алдында құлап қалдың ғой. Үйге де селсоқ зорға жеттің. Мен ол кісімен сөйлестім. Сенің жақын туысың 2 орамал сыйға тартыпты ғой ең қуанышты күніңде. Сол орамал оқылған дейді. Кері оқытпасаң ешқашан балалы бола алмайды екенсің. Орамалдар қайда деді енесі. Зарина ойланып тұрды да, есіне баяғы жеңгесінің орамалы түсті. Псе сол орамалды өзің тақ деп қатты дайындап еді. Қайынсіңісіне бергенін білген соң тағы беріп жіберді. Не боп кетті өзі? Мүмкін емес, туған жеңгем маған олай жасамайды. Жоқ. Зарина отыра кетті. Енесіне бірін жіпке тізгенде етіп айтып берді. Екеуі орамалды іздеуге кірісті. Қайда қойып еді Құдай-ау? Көп болып еді тақпағалы. Таптым, қысқы киімдердің арасында. Шифонердің астыңғы сөресіндегі қара сөмкесін ашты. Бетінде тұр екен. Екіншісі қайда деді енесі. Ол ерке қызда қатты ұнатып сұрап еді, соған бердім. Апа, бірақ мен оны білген жоқпын деп жылап жіберді. Енесі Заринаны жұбатып, қалқам-ау білем ғой. Жылама, одан да Маржанға хабарлас, бүгіннен қалдырмай алып келсін деді. Маржандар күйеуімен түнде кіріп келді үйге. Аңтарылып, мама не болды бүгіннен қалмай келсін депсіз деді. Орамал қайда деді анасы. Міне келдім. Ертеңіне ерте үшеуі ауыл шетіндегі туып апаның үйіне келді. Келсе қақпада ду қара құлып тұр. Еңселері түсіп үйге қайтты. Үй келген соң Маржан ши үстінде сөз бастады. Не боп жатқанын түсіндіретін адам бар ма өзі? Орамалға не болыпты? Туып апамыз кім деді? Зарина болған жайтты бүге-шүгесіне дейін айтып берді. Ой, Құдай-ау, қайдағы жоқты айтып, біз өзіміз бала жоспарламай жүрміз, оқуын аяқталсын, жаспыз ғой деді. Онда Зарина неге көтермей жүр деді, анасы жұлып алғандай. Маржан үнсіз қалды. Түс ауа тағы ауылдың шетіне барды. Бұл жолы есік айқара ашық тұр. Туып апа шей ішіп отырған екен. Ол орамалдарға қарап отырды да, бұл оқылған орамалдар. Мен кері оқи алмаймын, ілімім жетпейді. Көрші ауылда сілім ақсақал бар. Сол кісіге апарамыз. Ертең ерте барайық, бүгін кеш болып кетті деді. Тағы да үшеуі үйге көңіл күйсіз оралды. Зарина жеңгесіне хабарласып, бірін өз аузынан естігісі келді, бірақ енесі рұқсат бермеген соң таңға дейін зорға шыдады. Таң ата үшеуі Маржанның күйеуінің көлігіне мініп, жолай туып кемпірді алды да көрші ауылға тартты. Сілім ақсақал кішкене ғана қоржын тамда тұрады екен. Есіктің алдында скіде отыр. Келдіңдер ме дегенде үйге кіруге ишара білдірді де, бұрылып өзі бастады. Қатарласа үшеуі кірді де, Маржанның күйеуі көлікте қалды. Ақсақал ақжайма жайды да орамалды сонда қойыңдар деді. Ұзақ қарап отырды да, бұл орамалды бала көтере алмай жүрген қара торы келіншек жасаған деді. Осы орамалды пайдаланған адам сол ауыртпалықталады. Дер кезінде біліпсіңдер, болмаса өмірден перзентсіз өтетін едіңдер деді. Зарина көзі жасқа толып, кеудесін ашу ыза кернеп, жеңгесіне деген өшпенділік өршіп кетті. Енді не істейміз деген бұларға, орамалды тастап кетіңдер. Мен кері оқимын. Дуа жасаған адамның өзіне қайтады. Сосын орамалды ағын суға жіберіңдер деді. Ертең келулерін айтты да, немересіне бұларды шығарып салуын айтты. Сілем достар. Бірден гімеге кірісейік Себебі бүгін соңғы бөлім. Лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. 6 бөлім. Үшеуі үйге келгенде уақыт түске жақындап қалды. Бірі үнсіз жүріп ши ішілді, үнсіз бөлмелеріне тарады, кешкі аста үнсіз ішілді. Ертеңіне таң ала кеуімнен көрші ауылға жиналды. Туып кемпірді де ұмытпады. Көлікте келе жатып Маржанның күйеуі ойланып кетті. О, тоба, өз туған жеңгесі сондай қылық жасай ма екен деп ішінен сыбап алды. Қалың ойға кетті. Бір кезде Маржанның айқайлаған дауысынан есін жиды. Жолға қарасадыл алдында қызыл КамАЗ бұрылып жатыр екен. Қатты жылдамдықпен келе жатқан Арман тежегішті басып үлгерді. Машинаның шиқылдаған дауысы екі ауылға жетті.
Астапыралла, осылайда көлік айдай ма, деді Маржанның анасы. Ұялып, сасқалақтап қалған Арман далбасалап аузына сөз түспеді. Кешіріңіздер, мен. Үлгі ойланып. Сілім ақсақалдың үйіне келіп машина кіл тоқтады. Ақсақал кешегідей іскіде отыр. Күнде таңертең күннің астында осылай отыруды детке айналдырған. Үйге кіріп, Зарина мен Маржанды дем салып оқыды. Орамалдар кешегі ақ жайманың үстінде жатыр екен. Ақсақал сол күйі ақ жаймасымен бірге көтеріп инесіне ұстатты. Ауыл шетіндегі өзенге ағызып жіберіңіз, ұзақ жерге дейін ағып кетуін қадағалаңыз, бір нәрсеге ілініп тұрып қалмасын деп қатаң ескертті. Жайманы көтеріп өзенге келді. Арман, сенің күшің бар ғой, мынаны ортасына таман лақтырып жібер, деді. Зарина ағып бара жатқан орамалдарға қарап тұрды да, Алла, тілегімді қабыл етші. Перзент сүю бақытынан айыра көрме. Ешкімнің басына мұндай қайғыны тілемеймін деп жылап тұрды. Бірі ауылға қайтты. Бұлар туып кемпірге рахметін айтып үйіне жеткізіп салды да, өздері үйге қайтты. Маржандар ауылына қайтуға жиналды. Көп ұзамай дипломын қорғайды. Дайындық керек деп асықты. Арада 2-3 күн өткенде төркінінен хабар келді. Ағасы мен жеңгесі тойдан келе жатып көлік апатына ұшырапты. Өкініштісі сол, көлікте 2 баласы да болған екен. Зарина төркініне зорға жетті. Бауырлары аман болса екен. Тіпті жеңгесінде жамандыққа қимайды. Үйі абыр-сабыр. Анасы ауруханаға жиналып жатыр. Кесі сыртта күтіп тұр. Қақпадан кіре сала кесіне тірі ме, деді. Кесі, тірі. Барлығы жеңіл жарақат алған. Тек жеңген ғана жағдайы ауыр. Миына зақым келіпті, деді көзі жасаурап. Зарина тілін тістеп ештеме айта алмады. Неге ғана кері оқыттым екен? Одан да перзентсіз жүре бермедім бе? Мен себепші болып, жеңгеме бірдеңе болса не істеймін деп ойлады. Бірі, Зарина төркініне зорға жетті. Бауырлары аман болса екен. Тіпті жеңгесінде жамандыққа қимайды. Миына зақым келіпті, деді көзі жасаурап. Зарина тілін тістеп ештеме айта алмады. Неге ғана кері оқыттым екен? Одан да перзентсіз жүре бермедім бе? Мен себепші болып, жеңгеме бірдеңе болса не істеймін деп ойлады. Бірі аурухана алдында күтіп отыр. Ота жасалып жатыр. Істі өтті. Палатаға шығарды. 1-7-ден соң есін жиды. Бұл кезде жеңіл жарақаттанған 2 баласы мен ағасы үйіне шығарылған еді. Олардың жағдайлары жақсы. Айға жуық уақыт өткенде жеңгесі үйге шықты. Үйге келген соң ол өзін бір түрлі ұстай бастады. Біресе өзімен өзі күліп жүреді. Біресе шашын жұлып отыра қалып жылайды. Басында ешкім түсінбей, отаның сері шығар деп ойлады. Күн өте жағдайы ауырлай берді. 2 баласы бола тұра, Құдай неге маған бала бермедің деп жылайтын болды. Дәрігерге қаратып еді, олар да түсінбеді. Денсаулығы жақсарған, өзін неге бұлай ұстайтынына түсінбедік деп шығарып салады. Жағдайы тым ауырлап кеткен соң, психикалық ауытқу барларды емдеу орталығына жатқызды. Жылға жуық жатып емделді. Жағдайы жақсарып келеді. Үй іші соған қуанды. Зарина да ара тұра келіп кетеді. Бірін айтқысы келеді, бірақ. Сол аралықта қайынсіңлісі Маржан ұл баланы өмірге келді. Маған да жұғысты болсыншы деп Зарина үміттенді. Жеңгесін үйге алып келгенде де қастарынан табылды. Айна Заринаға қарауға беті жоқ, жеке қалса қипақтап қашқақтай беретін. Соны біліп Зарина екеуі ғана отырғанда барлығын жайып салды. Айна жылап кешірім сұрады. Менен емес, Алладан кешірім сұраңыз жеңге деп Зарина үйіне қайтты. Бір күні Зарина тағы да базарға шықты. Үйге азық-түлік, киім-кешек алды. Тағы да сол балалар киімі сатылатын жерден өтіп бара жатып кілт тоқтады. Қызығып ырқайсын ұстап көрді. Баяғы таныс дауыс жалпылдап жүгіріп жүр. Аласыз ба? Қайсысы ұнады? Қызға ма, ұлға ма? Аламын, қызға да, ұлға да. Егіздердің киімі бар ма, жаңа туылған сәбиге деп күлімсіреді, енді ғана білініп келе жатқан ішін сипап. Соңы